Аяғыңыз ауырама, қақсап жүрме, солқылдап ауырама, дәріге басылмай ма? Онда осы видео сізге арналған. Сәлем құрметті алтындарым, бүгінгі видеода аяқты емдеуге арналған әдісті айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз, сонда пайдалы ақпараттар өте көп айтылады. Және де каналыма тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Аяғы ауыр жүрген адамдар қаншама, соларға көмектеріңіз тисін. Бізге керегі тазик, оған кір сабын саламыз. Кір сабының үстіне ыссы су құясыз, 1 литр ыссы су. Содан кейін жақсылап араластырасыз. Көпіршік пайда болады суда. Кір сабын ерігенше күтесіз, немесе ерітіп кір сабынды салуға болады. Осы судың үстіне 1 уыс тұз саласыз, кәдімгі ас тұзын. Содан кейін ас содасын саласыз, сосын жақсылап араластырып 10 тамшы йод құясыз. Содан кейін тағы да жақсылап араластырасыз. Суды жылғанша күтесіз, немесе жылытуға кішкене салқын су құюға болады. Сосын су жылығаннан кейін аяқтың салуға келетін температураға жеткенде аяғыңызды салып 15-20 минут отырасыз. Бұл әдісті ұйықтар алдында жасаңыз. Ескерту: аяғы ауыр әйелдерге жасауға болмайды. Бұл әдісті аяғыңыздың ауырғаны басылғанша жасайсыз. Ағзаңызды бақылаңыз, ағзаңызды. Егер бұл әдіс жақпаса, бір істегеннен онда жасамаңыз. Егер жақсы болып келе жатса, онда емделгенше жасаңыз. Мен кеңес айтамын, ал оны кеңесті жасау-жасамау ол өз еркіңіз. Мен сіздерге жақсылық тілеймін достар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Айтпақшы достар, ұмытып кетуге қалған екенмін. Каналыма тіркеліп лайк басып және комментария жазып отырыңыздар. Мен сіздердің комментарияңызға қарап, өзіңіздің мазалап жүрген ауруыңызды жазып отырсаңыз, мен сол бойынша тегін видео шығарып отырамын. Сау болыңыздар.